Ал сәлеметсің бе қымбат, қалың қалай? Жақсы, сәлеметсіз, өзіңіз қалайсыз? Сабағың қалай? Жақсы. Дайындық қалай болып жатыр? Эссеге дайындалып жатырсың? Иә, сол эссені ана жолы түсіндіріп едіңіз, сол арқылы түсіндім. Енді сұрағым бар еді. Эссенің қандай түрлері бар? Сол эссенің түрлері туралы менде көптен бері айтқым келіп жүрген, ендеше тыңдайық. Эссенің жалпы түрлері өте көп, соның ішінде оқушыларға кездесетін мынандай түрлері бар. Аргументативті эссе, сараптау талдау эссесі, шығармашыл, салыстырмалы және синтез эссе. Енді аргументативті эссені дәлелдеп жазу керек болады. Сараптау эссесін талдап жазамыз. Шығармашыл эссені баяндап, сипаттап жазамыз. Салыстырмалы эсседе бір шығармамен екінші шығарманы немесе бір кейіпкермен екінші кейіпкерді салыстырамыз, ал синтез эсседе сол бір тақырып бойынша алған мәліметтерімізді жинақтап, бағалап эссе жазады екенбіз. Енді сол эсселерді